Ұстаздардың ұстазы имам ағзам, Алла о кісінің рахымын алсын, өз заманында бір жас балаға қатты құрмет көрсетеді екен. Сол отырса дереу келіп орнын беріп, бір жерге отырса дереу төсенішін беріп, қатты құрмет қылып, сонда таңғалған ағайындары, жақындары сұрайды екен: "О ұстаз, сіз осы жас жігітке сонша неге құрмет қыласыз?" Дегенде: "Мен о кісіні құрметтеймін, өйткені менің ұстазымның баласы ғой. Ұстазыма жасаған құрметім болсын деп, баласына да құрмет көрсетем" деп кәдімгі ырзалықпен айтады. Сонда танитын ағайын, елдес таныстары: "О ұстаздардың ұстазы, біз олың кім баласы екенін білеміз. Ол жай бір қойшының баласы ғой. Ұстазымның баласы дегеніңіз бір қалжың болар. Әйтпесе оның әкесі тек қой бағып дүниядан өткен" дейді. Сонда имам ағзам: "Мен бір көп кітаптарды жазып жүредім. Соның ішінде жануарларға байланысты, олардың жетілуіне байланысты, жануарлардың да балиғатқа толуына байланысты бір кітап жазған болатын. Қанша жерден іздесем де, осы иттің балиғатқа қашан толатынын мен таба алмадым" дейді. Расында да қызық. Осы сөзді естіп отырып, өзіңіз де ойланып отқан шығарсыз. Шынымен де иттің күшігі қай кезде балиғатқа толады? Біз де соны білмедік. Сонда имам ағзам айтады: "Осыны бір жолда ойланып келе жатып, қойшымен кездескенде қойшыға айтып едім: 'О, ұстаздардың ұстазы, оны білмегеніңіз қызық екен, олай болса мен сізге айтып берейін. Ол бұлай болады. Иттің күшігі балиғатқа толған кезде кәдімгі ағашқа, болмаса қораға аяғын көтеріп тұрып сыздататын болады. Міне сол уақыттан бастап оның балиғатқа толғанын, жетілгенін көруге болады" дейді. Міне сол уақыттан бастап мен ол қойшыны өзіме титтей де бір сабақ үйреткен үшін құрмет қылам, сыйлап өттім, және оның баласын да сыйлап өтемін" дейді. Қадірлі ағайын, біздің дініміз ұстазға, ата-анаға құрмет көрсетуден тұрады. Алдарыңызда тізесін тізеге тигізіп тұрып, партада алдына отырып тұрып сабақ берген ұстаздарыңызға қашанда құрметтеріңіз жоғалмасын. Сол сияқты сіздің аяғыңызға кірген маңдайыма кірсін деп бүкіл өмірдің сырын, тарихын үйреткен үлкен ұстаз ата-анаңызға да құрметіңіз жоғалып кетпесін.